Бүгінгі сабақта біз JavaScript'те mapping дегеніміз не және ол қалай жұмыс жасайды, біз соны қарастыратын боламыз. Егер сіз JavaScript'пен жұмыс жасайтын болсаңыз, mapping'ті біраз жерде қолдануыңыз мүмкін. Әзірге сіз бірақ оның не үшін қажет, мүлде түсінбеуіңіз мүмкін, бірақ практика жүзінде қолдана бастағаннан кейін барлығы түсінікті болады. Біз бірінші әдеттегідей осындай қарапайым ғана файл ашамыз, оны алдыңғы сабақтарда көрсеттік. Және осындай жай ғана массив ашамыз, соның ішіне мен 3 атты жазып қойдым: Ертай, Ая, Аружан деген секілді. Одан кейін әрі қарай енді новый тема басталады. Осындай names деген мынау массив, соған біз map деп жалғаймыз. Әрі қарай міне осылай жазылады. Әр қайсысының қандай қызмет атқаратынын мен қазір айтам. Бірінші результатты қарайық. Қазір ойланып көріңіз, қарамай тұрып, қандай результат экранға шығуы мүмкін. Біз консольға шығарамыз результатты. Біз результатын қарайтын болсақ, әрине консольдан қараймыз. Мына Chrome'да консольдан қарау үшін мышканың оң жағын басып, просмотреть код дегенді бассаңыз болады, немесе Ctrl-Shift-I-ды бассаңыз да шығады. Консольға шығару бұл ең ыңғайлы вариант. Міне, консольге массив шықты, және hello Ертай, hello Ая, hello Аружан деген. Бұл функция не істейді? Яғни бұл тәсіл не істейді? Функция емес. Бұл жерде мына массивті ол алады. Мына map деген жаңадан массив қосады. Ол массивті қалай қосады? Мына әр қайсысына жеке-жеке ішінде функция орындалады. Әр қайсысына жеке-жеке. Мынаған жеке, мынаған жеке, мынаған жеке. Біз осы жерде, мына жердегі деректерге кішкене бірдеңелер қосып, немесе сол сияқты манипуляция жасауға болады. Одан кейін оның барлығы орындалғаннан кейін жаңадан результат қайтарады. Соны біз аламыз да мына жерден экранға шығарамыз. Егер біз names'ті қарайтын болсақ, экранға тек қана мынау шығады, мынау шықпайды. Біз міндетті түрде жаңадан осындай айнымалыға сақтаймыз. Енді қараңыз, бұл жерде E деген мына элемент. Мысалға, үшеу болса, мынау ішінде 3 рет функция орындалады. Ертайға орындалады. Мынау E деген, егер Ертай деген орындалып жатса, E деген осы Ертайға тең. Сол кезде hello дейді, мына жерде E деген мына элементті қасына жалғап жібереді. Бұл жерде басқа кез келген элемент болуы мүмкін. Мысалға, hello емес, сәлем деп жазатын болсақ, экранға бізде міне сәлем деп шығарады. Әрқайсысына жеке-жеке орындап шығады. Бұл жерде 100 болуы мүмкін, 300 болуы мүмкін, 200 болуы мүмкін. Біз пока осы жерде үшеуін жазып қойдық. Енді бұның қосымша тағы да бөлімдері бар. Арнайы сайттан Mozilla немесе Mozilla Developers Network'тан қарасаңыз болады. Сол жерде толығырақ жазылған. Бұл жерде E, мына жердегі элементтерге тең міне. E емес, кез келген басқа бір сөзді жазсақ болады. Әдетте деген элемент деп айтылады, немесе item деп жазсаңыз болады, немесе басқа кез келген сөзді қолдануға болады. Сізге қайсысы ыңғайлы? Әдетте деп жазылады. Элемент дегенді білдіреді. Немесе элемент деп толық жазсаңыз болады. Бұл жерде оны өзгертсеңіз болады, кішкене немесе басқа сол сияқты манипуляция жасауға арналған. Енді біз мысалға былай жасап көрейік. Егер мына значение Ертайға тең болса, демек ол мына жерде сәлем емес, ассалаумағалейкум деп тұрады. Егер мына қыздың аты болатын болса, онда сәлем деген сөз қосылады. Біз оны қалай істейміз? Мына жерде айтқанымдай манипуляция істеуге болады, бірақ енді былай жазған кішкене ыңғайсыз, сондықтан біз былай істейміз. Осы жерден аламыз, және әрі қарай осылай ашып ішіне жазамыз. Бұл жерде қалай болады? Егер осы item, мына жерде условие қойсақ болады. Item, біз E деп жазайық, кішкене ыңғайлы болу үшін E тең болатын болса Ертайға, онда не істейміз? Онда нәтиже қайтарайық. E, мысалға былай. Плюс E. Ассалаумағалейкум, Ертай болады. Егер оған тең болмаса, басқа нәтиже болатын болса, онда жай ғана міне біз осылай қайтарамыз. Сәлем, осындай. Және өтірмен. Енді біз результатын қарайық. Сол кезде міне, ассалаумағалейкум Ертай, сәлем осындай, сәлем осындай. Бұл жерде тағы да басқа кез келген дүниені тексерсеңіз болады. Мысалға, мына жерде басы Адан басталса, немесе 3 әріптен тұратын болса, немесе 4 әріппен тұратын болса деген секілді. Сондай условия қояды, немесе тексереді, бір жерге барып тексеру мүмкін. Жалпы реальный мына практика жүзінде бұл өте көп қолданылуы мүмкін. Енді түсінікті болу үшін тағы да біз мысал қарастырайық. Бұны алып тастайық. Const мысалға бүйтейік.
мысалға const numbers деп жаздым, және осылай 55, мысалға 44, немесе бітейікші қысқаша 5, 6, 3, мысалға 8. 8 деп жаздық. Енді бізге былай істеу керек. Мына жерде әр қайсысын өз-өзіне көбейтіп экранға қайтадан шығаруымыз керек. Біз бұны қалай істейміз? Mapping арқылы жасап көрейік. Const res деп жазайық. Res емес, енді кез келген result деген мағынаны білдіреді. Res емес, басқа кез келген айнымалыны атауға болады. Numbers, әрине жаңағы JavaScriptте бір зарезервированный сөзді қалай орысша айтушы еді, сондай шектелген бір сөздер бар, соны қолданбасаңыз болады. Ол туралы интернеттен қарауға болады. Деп жазамыз. Енді біз қалай өз-өзіне 2 рет көбейте аламыз? Ойланып көріңіз. Көбейтілген Енді мына нәтижені экранға шығарайық. Консольге, яғни res, міне осылай. Әр қарай біз қарайтын болсақ, міне 25, 36, 9, 64. Міне көріп отырғандарымыздай дәл осылай. Мына жерге де мынаны да шығарып қоюға болады. Numbers деп жазайық. Міне 5-5-ім 25, 6-6-ым 36, 3-3-ім 9, 8-8-ім міне 64. Біз ойлағандай барлығын дәл шығарды. Немесе қосымша басқа да мына жерде манипуляция жасап өзіңіз көрсеңіз болады. Бірақ енді көбірек жазатын болсаңыз, әрине былай ашып, соның ішіне жазсаңыз, әрине ыңғайлырақ болуы мүмкін. Бұндай жағдайда әрине return қолдануыңыз керек, себебі нәтижені қайтару керек.